Қайырлы күн. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы кері тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. Бүгінгі сабақта біз кері тригонометриялық функцияның анықтамаларын және қасиеттерін білетін боламыз. Кері тригонометриялық функция бұл бізде тригонометриялық функциялардың алдына арг деген сөз жалғанады. Кері болу үшін бізде әр амалға кері амал бар еді. Қосу амалына азайту амалы, көбейту амалына бөлу амалы деген дәл солай тригонометриялық функция синус x функциясына кері арг синус x функциясы бар екен. Анықтамасын айтатын болсақ, минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 аралығында синусы аға тең сан а санның арг синусы деп аталады. Синус x функциясына кері функцияны арг синус арқылы белгілейді. Анықталу облысы минус 1 мен 1-дің аралығында, мәндер облысы минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 аралығында. Функция анықталу облысында өспелі. Арг синус x функциясы функция. Арг синус x функциясы жаңа айтқанымыздай өспелі. Графигі OX және OY осімен координата бас нүктесінде қиылысады екен. Бұл картинкадан біз графикке қарап синус x және арг синус x функцияларын графигінің өзара орналасқанын көре алатын боламыз. Қатынас бұл жерден біз арг синус x-тің тақ функция екенін анық көре алады екенбіз. Арг косинус 0 мен пи кесіндісіндегі косинусы аға тең сан а санның арг косинусы деп аталады. Косинус x функциясына кері функцияны арг косинус арқылы белгілейді. Арг косинус функциясы кемімелі. Функцияның анықталу облысы минус 1 мен 1 аралығында, мәндер облысы 0 мен пи аралығында екен. Бұл графиктан біз косинус x және арг косинус x функцияларының графиктерінің өзара орналасуын көре аламыз. Бұл қатынастан сіздер косинус x функциясының жоқ функция екенін байқап отырсыздар. Плюске шығып тұр. Келесі бұл бізде тангенс. Тангенс функциясы минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 интервалындағы тангенсі аға тең сан а санның арг тангенсі деп аталады. Тангенс функциясына кері функция арг котангенс арқылы белгіленеді. Анықталу облысы барлық мәндерді минус x-тен плюс x-ке дейін барлық мәнді қабылдайды. Мәндер жиыны минус пи бөлінген 2-ден плюс пи бөлінген 2 аралығында. Арг котангенс біз функциясы бізде тақ функция өспелі. График OX және OY осьтерінің координата бас нүктесінде қиып өтеді екен. Сіздер мына графиктен тангенс және арг тангенс функцияларының графиктерінің өзара орналасуын байқай аласыздар. Қатынасына қарайтын болсақ, арг тангенс тақ функция, яғни жалпы айтамыз синус функциясы мен тангенс функциясының қасиеттері ұқсайды дегендіктен, бұл жерде де дәл солай арг тангенс пен арг синус функцияларының графиктері де қасиеттері де бір-біріне ұқсас келеді екен. Арг котангенс 0 мен пи интервалындағы котангенсі аға тең сан а санның арг котангенсі деп аталады. Тангенс функциясына кері функция арг котангенс арқылы белгіленеді. Арг котангенс функциясы кемімелі. Арг котангенстің анықталу облысының барлық нақты сандар жиыны, ал мәндер жиыны 0 мен пи аралығында екен. Бұл қатынасқа қарап біз арг котангенс функциясының тақ функция екенін анықтап көре алады екенбіз. Бұл жерде котангенс және арг котангенс функцияларының графиктерінің өзара орналасуы көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.